Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бізде бүгін баклажаннан корейский салат. Ол үшін бізде ең алдымен күштен өткізген сәбізімізді осылай арнайы турап дайындап қойдық. Енді қиярымызды екі бөлікке бөліп, осылай қиғашынан турап аламыз. Мінекей қыздар, сәбіздің үстіне қиярымызды салып, чим-чим соусымызды құямыз. Арнайы сәбізге арналған, және бұны жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін баклажанымызды 4 бөлікке бөліп, қиғашынан турап аламыз. Енді осы турап алған баклажанымыздың үстіне паприкасын сеуіп, және жүгері крахмалын сеуіп, осылай сілкіп араластырып аламыз. Мінекей дайын болған баклажанымызды қызып тұрған майдың үстіне 1 минут қуырып аламыз. 1 минуттан көп болып кетпеу керек, езіліп кетуі мүмкін. Мінекей біздің қуырып алған баклажанымыз дайын. Енді сәбіздің үстіне чеснок, қарабұрыш және полугорки перецімізді майдалап осылай турадық. Петрушка мен укропты осылай турап салдық. Енді қызып тұрған майымызды чесноктың үстіне құямыз. Осы құрамды жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымызды жақсылап араластырып алдық. Енді оның үстіне қуырып алған баклажанымызды саламыз, және де татымына қарай тұз саламыз. Мінекей біздің салатымыз осымен дайын. Құрамы небәрі 3-4 қана заттан тұратын, дәмді, дастарханда дымда қалмайтын салат жасап көріңіздер. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.